Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді әрі пайдалы овсянка қосылған печенье дайындайтын боламыз. Біздің печеньемізді дайындау үшін 200 грамм жұмсартылған майға 200 грамм қант қосып, жақсылап езіп аламыз. Маймен қантты араластырып болғаннан кейін бұл массаға кішкене тұз қосамыз. Қатты тәтті болмау үшін. Енді одан кейін бұл массаға 2 жұмыртқа қосамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Жай ингредиенттер бір-бірімен қосылса болды. Екі жұмыртқа қосқаннан кейін массамызды араластырамыз. Енді осы массамызға жақсылап араластырып болғаннан кейін 150 грамм овсянка қосамыз. Тағы да араластырамыз. Бұл печенье өте тез дайындалады. Бірақ жарты немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қамырымызды салып қою қажет. Бұл жасалу тәсілі өте оңай әрі жылдам. Енді 200 грамм 200-250 грамм ұнды сеуіп қосамыз. Ары қарай қамырдың консистенциясына қарайсыз. Және осы дайындау барысында 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Енді қамырымызды жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетіне кез келген салафанмен жауып, тоңазытқышқа жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін печеньемізді пісіретін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай домалақ қылып печенье формировать етеміз. Одан кейін 180 градусқа алдын ала духовканы қыздырып қоямыз. Духовкаға 15-20 минутқа печеньемізді салып пісіреміз. Печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл өте оңай әрі жеңіл рецепт. Астарыңыз дәмді болсын.